Адам ата-анадан туылғанда есті болмайды. Есті, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісінің өзі де есті болады. Ал әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден есткен жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Ал мұндай сөздерді естігенде жайқақтап, шалғырттанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не естіген жерін қайта сұрап, ұғынайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға бере қайта қалпына түссе, естіп естпей не керек? Мұндай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хәкім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.